Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевпен сұхбат барысында ой алмасу. Армысыздар, құрметті қазақстандықтар, құрметті 4 Волосинов көрермендері. Өз елімнің патриоты ретінде, әділдікті сүйетін тәуелсіз журналист ретінде қазіргі кезде қоғамның дертін, қоғамдағы күрделі мәселелерді көтеру мақсатында еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа тікелей интервьюмен шыққым келеді. Әлбетте біреу күлер, біздің қоғамда солай үйреніп алғанбыз ғой, біз бұл мүмкін емес деп қарайтын шығар. Бірақ мен жаңа Қазақстанға сенгендіктен бұл мүмкін деп есептеймін. Және бұл интервьюға әлбетте жетемін. Өзім алдыма мақсат қойдым, соған жетемін деп есептеймін. Мейлі сіздердің күмәндарыңыз болсын, бірақ мен өзімнің елімнің патриот ретінде осы бір дүниені о кісіге жеткізгім келеді. Яғни қазіргі кезде өте үлкен қоғамның дертіне айналған бірінші мәселе бұл трайбализм. Жік-жікке бөліну, атаға бөліну, руға бөліну. Кезінде тарихқа үңілсек, үш бидің жалпы өсиетіне, одан кейін мына біздің Қабанбай батыр, Бөгенбай батырларымыз жауға шапқан кезде әрбір өзінің атасын алып алға шапқан жоқ қой. Қазақ деп, елім, жерім деді емес па. Енді сол кісілердің қасық қанымен, маңдай терімен, аналарымыздың көз жасымен келген осындай бір тәуелсіздік таңына жеткен кезде біздер дандайсып, есіріп, еліріп, қазір жік-жікке бөлініп, тым ұсақталып, бір-бірімізге бауыр емес қас болдық, бір-бірімізге дос емес жау болдық. Себебі осы трайбализм, яғни аталарға, руға бөліну, үлкен ақсақалдардың жасап отырған ағаттығы деп есептеймін. Жастарға үлгі өнеге болғанның орнына, анау осындай ел, қай елсің? Кезінде елді, жерді жаңағы белгілеп сұраған кезде, ол кезде жікке бөліну болмады. Жаңағы жеті атадан бірге жаңағы қосылып кетпеу, инцест мәселесі болмау. Тарихқа үңілсеңіз, яғни ешқандай жаңағы бір-бірімен қан араласып кетпесін, жаңағы екі бауыр ағайынды адамдар бір-бірімен жаңағы отбасы болып кетпесін. Осындай дүниелерді сақтау мақсатында айтылған дүниелер еді. Ал қазір тез келген, өзім жұмысқа орналасқан кезде де осы басымнан өткен осы дүниені президентке жеткізгім келеді. Біздің алға баспай, біріміз аяғымызды шалып, араздасып, бір-бірімізді жау көріп, бір-бірімізге жақсылық тілемеудің артында осы трайбализм мәселесі тұр. Екінші, бұл біздің яғни қоғамда президенттің жақтастарының болмауы, біздер жақсылыққа сенбеуіміз, біздер барлығынан түңіліп, тек жамандық түсінем. 30 жыл бойына бір адам қателік жіберіп, ол адамда басында енді әлбетте жақсы болсын деп мемлекетті арада бері сүйреген болу керек, жақсылыққа талпынған болу керек. Енді кей жерде адам адасады ғой, бір адасқан сәті де болып қалған шығар, оған тарих баға береді, біз емес. Бірақ біз сондай бір өмірден түңілмеуіміз керек. Жалпы өмірге өкпелі, өштесетін адамдардың бірі мен едім. Себебі жүйенің кейбір жауыздық саясаттың негізінде жүйенің құрбаны болған адамдардың бірі мен едім. Кінәм дәлелденбестен бүкіл Қазақстанның телеканалдары мені көрсетіп, сол кезде түрімді өстіп тұрып шығарып, заңсыз, ешқандай соттың шешімсіз қылмыскер қылып қойып, соны кейін енді бүкіл елге көрсетіп қойғандықтан 2 жыл 2 ай тергеу жүріп ештеңке дәлелдей алмай, созбалақтап көп дүниені бұрмалағандықтан аяғында соны дәлелдеп шығу мақсат көрген судьялар, тергеушілер, прокурорлар өзінің дегеніне жетті. Сағамды сындырды, тағдырыма балта шабылды. Бірақ мен еш уақытта өзімді періште деп есептеген емеспін. Мен тек қана кінәмді
өзінің деңгейімен реттеп берсеңіздер дедім. Менен көбірек жоғарырақ болған азаматтар өзінің жаңағы деңгейінде өзінің әрекетіне жауап берсін деген ниет қана болды. Бүгінге шейін тек қана мақсат сол болған. Ол мақсатқа да Аллаға шүкір жетіп келемін. Сондықтан мына жаңа Қазақстанның алға баспай жатқан себебі президент облыстарда, аудандарда президенттің жалпы саясатын және президент жалғыз неге жанында отырған жақтастардың да жан ашымайтынын, одан кейін ол жерде де команда дейміз ғой, топпен жұмыс жасау, корпоративтік жаңағы дух дейміз. Жалпы мына единомышленники дейді ғой, мына ой өрістері бір жерден келетін азаматтар, деңгейлі азаматтар аз болып тұрғандығы, ескі жүйенің азаматтары әлі де 80-90% сол билікте қалып отырғанда, олардың балалары, туыстар, ағайындар барлығы сол билік басына тоғысып, бір жерде түйісіп, ой өрістерінің барлығы бір жерден шығып, ойлары өзгермейтін жаңағы мығым ұстанып отырған жаңағы бағыттарына байланысты президенттің алған жолы жаңағы алға баспай отыр. Себебі осында әлбетте жаңағы біз қарыштап егер алдыға дамимыз десек, осы дүниенің бәрін қою керек. Мен бір ақыл ой дана емеспін. Мен өз елімнің патриотымын. Мен неге өзімнің елімнен, жерімнен ұялуым керек? Сіздер жаңағы Жалайыр, Найман, Ұлы Жүз, Адай, басқандай руға бөлініп жатқандарыңызды мен неге құптауым керек? Мен құптағым келмейді. Мен өз елімнің патриоты ретінде өз елімді, жерімді неге сүймеуім керек? Мен неге сіздерге жағу үшін өзімнің елімді жасыруым керек? Неге мен сіздердің мені бір жерге шақырып, мәртебемді жоғарылатып, асқақтатып, болмаса қандай да бір наградаға ұсыну үшін де менің елім, жаңағы жерім, биографиям мен географиям сіздерге ұнау керек. Жоқ, кешіріңіздер, наградаларыңыз да өздеріңізге қалсын, мәртебелеріңіз де өздеріңізге, абырой атақтарыңыз да өздеріңізге қалсын. Мен тек қана еліміздің болашағы үшін еңбек еткім келеді. Сондай бөлінетін, жік-жікке жаңағы бөлінетін азаматтарды өз басым құптамаймын. Ондай ақсақалдардың әрекетіне сынмен, мінмен қараймын. Олардың іздегені береке емес, әрекет деп ойлаймын. Яғни ол кісілер біздің болашағымызды ойламастан осындай бір әрекеттер жасап, жастардың арасында жік-жікке бөлінуді жаңағы жөн санайтын азаматтар, сіздер қателесесіздер және сіздер араңдатушы деп білемін. Мен өзімнің жаңағы Ақсу жерінің азаматшасы екенімді мақтанамын. Ілияс Жансүгіровтің ұрпағы екеніме мақтанамын. Мен қазақтың қызы ретінде Найман руынан екенін өзім мақтан тұтам, ұялмаймын. Еш ұялатын ештеңке көрмеймін. Сіздерге әзірге ол ұнамаса да, ақиқат осындай. Ол үшін мен ұялғым келмейді. Туған жерім үшін, елім үшін ұялғым келмейді. Бәріміз бір қазақпыз, өзіміз қазақпыз, бәріміз қазақпыз. Қазақтың ішінде артығы жоқ. Жік-жікке бөлінетін шарттықтар бар, болды. Басқа түкте жоқ. Сондықтан шектеулі сондай деңгейі төмендеу, пасықтау азаматтар енді көп болып бара жатқандықтан кейбіреулер жаңағы руын, елін айтуға ұялып жатыр екен. Бағанада бір мәселені көтерсем, жаңағы Ақсу жерінің қандай бір мәселесін көтерсем, бұл Наймандардың жері баяғы осындай былыққа толы деп. Қазақстанның бәрі былыққа толы. Себебі жүйе солай, қате жүрген. Наймандар деп, басқа деп, өйтіп алалаудың қажеті жоқ. Бұл сақталудың, болмаса бір әрекездеудің әңгімесі емес. Бұл президенттің деңгейінде шектеу қойылатын, бұл нағыз жаңағы алға бастыртпайтын, көрінбейтін, неписанный закон дейміз ғой, көзге көрінбейтін, сонда қатып қалған қағида мен заңдардың бәрін ыдыратып, ауыз бірлік, осы қоғамдағы жақсылық, бәріміз бір қазақпыз деп, бір атаның баласындай жұмыс жасап, бір-бірімізге жанымыз ашып, өсетін елдің баласы бір-бірін батырым дейді.
бір бірімізді батыр деуге асуымыз керек, жақсылыққа қиюымыз керек, бір бірімізге тек қана жақсылық ойлауымыз керек. Мен мысалы әр жерде объективті қарағым келеді, бәрібір маған қай ұлты қандай, елі қандай, діні қандай, аса бір ондай нәрсеге мен мән бере бермеймін. Бәріміз бір жаратушының жаңағы иелігінде, жаратылыстың бір екенін бәріміз білеміз. Сондықтан біз Құдайға қарсы шығып, анау андай, мынау мындай дейтін кімбіз? Жалпы сол санаға кішкене ойлану керек секілді. Жалпы осындай дүниенің бәрін қояйықшы. Бәріміз бір атаның баласымыз, бір қазақпыз, өзіміз азақпыз. Бір-бірімізді жақсы көріп, бір-бірімізге жақсылық тілеп, жақсы ауыздан жақсы сөз шыққанда, мына сана түзелген кезде, жүректегі ниет түзелген кезде, еліміздің де, жүретін көшіміздің де басар тау ілгері, қадамы нұрлы, жаңағындай болашағы нақ бір кемелденген мемлекетте өмір сүретімізге мен сенемін. Әрқайсымыз патриот боламыз десек, осы өзімізден бастап, өзіміздің отбасынан бастап бөлінуді жек көрейікші, бөлінбейікші. Бәріміз бір атаның баласындай жақсылықта өмір сүрейік. Мен өзімнің қазақтың қызы ретінде, патриоты ретінде жалпы елім үшін еңбек еткім келеді. Әр қазақ менің жалғызым.